Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін осындай манная крупадан жасалған пирогтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге мынадай ингредиенттер қажет болады. Барлығын описаниеде толық көрсетіп өтемін. Манная крупамызды алып, ыдысымызға саламыз. Одан кейін оның үстіне жылытылған сүтімізді құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Мынадай пирог өте жеңіл, тез дайын болатындықтан жасап көрсеңіздер болады. Бестің шайына және таңғы асқа дайындасаңыздар болады. Енді манная крупамызды сүтпен араласқан крупамызды 30-40 минутқа басқа жерге бір шетке алып қоятын боламыз. Енді одан кейін 3 жұмыртқамызды алып, оны үстіне шым-шым тұзымызды сеуіп, оның үстіне шекерімізді салып, жақсылап миксермен миксерлейтін боламыз. Примерно 3-4 минут миксермен миксерлейміз. Жақсылап шекері ергенше араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластыру керек. Видеода көрсетілгендей массамыз осындай болуы керек. Енді оның үстіне набухший, яғни біздің манная крупамыз бен сүтіміз араласқан қоспаны үстіне салатын боламыз да, тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Барлығы біркелкі араласуы керек, ешқандай комочкиге, яғни түйір-түйірлері қалмау керек. Міндетті түрде араластырыңыздар. Енді оның үстіне, ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластыру керек. Дайындалуға оңай осындай рецептерді салып жатырмын. Жасап көрсеңіздер болады. Енді оны қоспамыздың үстінен ұнымызды салып елеп алатын боламыз. Оны жақсылап миксерлейміз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ. Тек қана біркелкі етіп араласқанша миксерлеп алғанымыз дұрыс. Енді оның үстінен қалған ұнымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз, яғни араластыруымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Тұмауратып қалғандықтан даусым қатты шықпай жатыр. Кешірім сұраймын ол үшін. Сіздер енді осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің пирогымыз кішкене құрғақтау болып шығады. Оны влажный қылып жасау үшін сіз сироппен немесе бетіне крем жасап, торттың бисквиті ретінде пайдалансаңыз болады. Міне енді біздің қамырымыз осындай қою сметана, яғни қою қаймақ сияқты болады. Осы қамырымызды барлығын түгелімен алдын ала майланған ыдысымызға саламыз. Міне қамырымыз осындай болады. Енді дайын қамырымызды 180 градусқа 40-45 минутқа салып алатын духовкаға, қыздырылған пешке салып алатын боламыз. Енді дайын бисквитіміз, яғни маннигіміз осындай болады. Оның үстіне осылай қалағаныңызша өзіңіз әрлеп жасасаңыз болады. Менде бұл жерде сахарная пудрамен бетіне септім. Міне осындай менде пирог шықты. Жасап көріңіздер достар, міндетті түрде. Видеом ұнаса лайк басып, пікір жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліңіздер. Көптеген рецепттердің шығуына үлестеріңізді қосқандарыңыз болады. Көргендеріңіз үшін көп рахмет.